жібін байлап алыңдар. Бұл жерде өздері мына жерде 10 балмен белгіленген. Осы 10 балмен белгіленгенде әрбір сұраққа жауап беретін болсаңдар, мына сағаттың тілін осылай ауыстырып отырасыздар. Бір бал алсаңдар, бір бал аласыздар. Келесі тапсырмаға жауап берсеңдер, сағаттың тілін ауыстырып, екінші балға. Одан кейін келесі сабақтың соңына дейін мына сағаттың тілі мынау 10, 9, 8, 7 балға дейін бару керек. Түсінікті ма балалар? Жақсы. Бәріміз қолымызға сағатты байлап алайық. Топқа бөлуді саяхатқа бару деп атадым. Саяхатқа бару үшін мен осы сыныптағы 4 оқушыны өзіммен бірге алып кетемін. Олай болатын болса, бірінші партадан Жансезімді алып кетемін, екінші партадан Нұрисламды алып кетемін, үшінші партадан Ардақ келе ғой, төртінші партадан Дина келе ғой. Төртеуміз сапарға шығып бара жатырмыз. Енді тақтаға шыққан оқушылар қастарына өздерінің жақын жолдастарını, бір жолдастарыңды шақырыңдар. Олай болатын болса, саяхатта бізге Қазақстанның картасын өте жақсы білетін балалар керек болады. Бір картаны жақсы білетін Қазақстанның. Енді өздерің суретті жақсы салатын бір дос алыңдар қастарына. Сыныпта жолда ішті пысырмайтын, қазақтың әнін айта алатын, биін билейтін өнерлі жастар бар ма? Келе ойындар. Келе ойындар. Ұзақ жолда біздің қарнымыз ашуы мүмкін. Тамақты жақсы дайындайтын бір досты шақырайық. Жақсы, олай болатын болса, Жансезімнің тобы төрге отырады, Ардақтың тобы мұнда келіп отырады, Динаның тобы төрге шығамыз, Нұрисламның тобы мұнда отырады. Кітаптармен ауысып отыра алыңдар. Бүгінгі жаңа тақырыпқа болжам жасайық. Тақтадан суретті көріп тұрмыз ба? Осы суреттерге интерпретация жасап отырып, бүгінгі жаңа тақырыптың сабағын болжаймыз. Кім жауап береді балалар? Суретте Асан Қайғы Сәбитұлының қобыз ұстап тұрғанын көріп тұрмыз. Жақсы. Екінші суреттен Нұрасыл. Сағаттарын ауыстырып қойыңдар бір балға. Асан Қайғы сапарға күйеуіне тұрғанын көріп тұрмыз. Жақсы. Олай болатын болса отыра ғой балалар. Бүгінгі тақырыпты кім айтып береді? Бүгін қандай тақырып өткелі тұрмыз? Қол көтеріп жауап берейік. Кәне? Ардақ. Аңыз әңгімелер және Асан Қайғы Сәбитұлы. Өте жақсы. Олай болатын болса тақтаға назар аударайық. Алдыңғы тақырыпты еске түсірейік. Аңыз дегеніміз не? Ардақ. Шындыққа негізделген көркем шығарма. Өте жақсы. Келесі сұрақ. Аңыздың түрлері қаншаға бөлінеді? Айта ғой жан. Аңыздар төртке бөлінеді. Тарихи аңыздар, топонимикалық аңыздар, батырлар, жыр аңыздар, ғашықтар туралы аңыздар. Батырлар туралы және ғашықтар туралы аңыздар. Өте жақсы. Асан Қайғы кім? Қобылан. Асан Қайғы философ, күйші, биші, Жыршы. жыршы және тағы ел қайраткер. Қоғам қайраткер, иә? Жақсы, жарайсың. Өзіңе бір бал қосып қой. Асан Қайғы неліктен қайғы деп аталған? Асан Қайғы Асқар. Асан Қайғы Сәбитұлы 6 күн жер ұйықты 6 жерден іздеп шыққан. Құрметті оқушылар, бүгін біз Асан Қайғы туралы кішкене бейне жазбаны тамашалаймыз. Бейне жазбаны тамашалап болғаннан кейін осыған тапсырмаларды орындаймыз. Назарларыңызды тақтаға аударайық. Жиырма ясынан Асан ата өлгелерді шарлап оралап шығар. Қай елдің қандай қасиеті барлығын, қай түлік аясынан біліп алып, Асан ата өлгелерді шарлап оралап шығар.
қай жерде қандай қасиеті барлығын, қай түлікке қай жер қолайлы екенін айтып бағалап отырады. Мысалы, Торғай өзенін көргенде ақшадағы май татыған, ағар суы бал татыған жер екен. Қызылтауды көргенде тау тасы кеш болғанда аңыранып жатады екен. Тоқтысыдан қысыр қалмайтын қойдың жер екен. Шілектен көргенде мана шіркіннің топырағы асыл екен. 6 ай арықтатып мінген ат бір айда майға бітетін жер екен. Бос жылқы шілерлеп қойғандай тоқтайтын жылқының жер екен деп бағалаған екен. Асықта қанша жерді шарласа да. Балалар, енді біз қазір сендермен бірге топтық жұмыс жасаймыз. 4 топқа 4 тапсырма беріледі. Бірінші топ Асан Қайғы жеректі неге іздеді? Оның бұл саяхатының түпкі мақсаты неде? 4-5 сөйлеммен ойларын жеткізесіздер. Екінші топ жан сезімнің тобы. Асан Қайғының саяхат жасаған жерлерін картаға түсіресің. Үшінші топ бізде Динаның тобы. Асан Қайғы саяхаттаған жерлерді жазасыз. Төртіншісі бізде Нұрисламның тобы. Асан Қайғының аралаған жерлерін атауы және Асан Қайғының жерге берген бағасын концептуалды картаға түсіреміз. Аяқталды. 5 минут уақыт берген болатын. Осы 5 минутта топтық жұмысты қазір қорғаймыз. Бірінші топ жұмысты аяқтадық па? Онда бірінші топ өзінің жұмысын қорғасын. Бұл саяхаттың түпкі мақсаты неде? Адам жүзге келіп өлмейтін, малы 2 төлдейтін жер іздеді. Тамаша. Бірінші топ өзінің жұмысын жақсы қорғады ма? Онда бағалаймыз. Келесі кезек екінші топта. Асан Қайғының саяхат жасаған жерлерін картаға түсіру. Біз картаға түсірдік, топтасып, мысалы Шыңғырлау, Жапанда Қазақстан жақта, Жуалы, Шыңғырлау, бәрі жақта. Маңғыстау, Ақтау жақта, Аспара, Тараз жақта. Ал Қарсақбай, Жезқазған жақта, Баянауыл, Астана жақта, Жетісу, Алматы жақта. Баянауыл Павлодарда, балалар, Астана, Павлодар. Жалпы Астанаға да жақын, Павлодар. Астанадан гөрі Павлодар қаласына жақын. Тамаша. Асан Қайғының саяхаттаған жерлері: Маңғыстау, Жетісу, Аспара, Баянауыл, Жуалы, Қарсақбай және Шыңғырлау. Асан Қайғы қай жерлерге барды және сол жерге бағалауы: Маңғыстауға барғанда түбінде мал баққан шаруаға мол, Маңғыстаудан жақсы жер болмас. Жетісуға келгенде мына Жетісудың ағашы бұтағы жеміс екен, шаруаға жақсы қоныс. Аспараға барғанда, ей Аспара, көшіңмен тату бол, шөбіңе суың жетер депті. Ал одан кейін балып, жерің семіз, шөбің шүйгің, топырағың май екен, қадіріңді егін салған ел білер депті. Жақсы, тамаша. Төртінші топтың жұмысын бағалаймыз. Жақсы балалар, орындарымызға отырайық. Балалар, енді бізде келесі тапсырма жұптық жұмыс. Екі оқушы бірігіп, жұптық жұмысты орындайсың. Тақтада, бәрін тақтаға қараңдар, Learning Apps платформасында сөз жұмбақ. Бүгінгі тақырыпқа қатысты сөздерді табамыз. Кім шығады тақтаға? Болашағы мен бақыты үшін.
Жарайсың. Жанасуға қолдау көрсетеміз. Жақсы. Келесі сөзге кім шығады? Асан халқы жерұйықты іздеді. Балалар келесі тапсырма жеке жұмыс. Бұл да Юрий Намс бойынша бәйге ойыны. Бұны жеке жұмыста орындаймыз, тақтаға назар аударамыз. Балалар тақтаға назар аударамыз. Бірінші сұрақ. Асан Қайырның Маңғыстауға берген бағасы. Кім жауап береді? Арнап. Түбінде мал баққан шаруаға Маңғыстауда жақсы жер болмас. Түбінде мал баққан шаруаға Маңғыстауға барғанда бұдан жақсы жер болмас дейді. Келесі екінші сұрақ ашылып тұр. Келе ғой. Екінші сұрақ. Асан Қайырның Жетісуға берген бағасы. Мына жетісудың ағаштары, әрбір бұтақтары жемісті екен, шаруаға өте жақсы деді. Өте жақсы. Дұрыс тапты ма балалар? Иә, дұрыс тапты. Сонымен балалар бүгінгі сабақты соңына жеткіздік. Үй тапсырмасына туған жер тақырыбында шығарма жазып келеміз. Түсінбеген сұрақтарың бар ма балалар? Жоқ. Сабақ ұнады ма? Иә. Олай болатын болса, қолдарындағы сағат әдісімен қол сағат арқылы бағалауды жүргіземіз. Әркім қанша сұраққа жауап берсе, өзінің балын соған жеткізіп қояды. Қане көрейік, кім қалай жауап берген екенін? Қоблан 7 балл қойыпты өзіне, Дания өзіне 2 балл қойыпты, Ардақ өзіне 7 балл қойыпты, Асқар өзіне 7 балл қойыпты. Тамаша, келесі. Айзере Жансезім өзіне 6 балл қойыпты, Айзере өзіне 5 балл қойыпты, Нұрасыл 7 балл қойыпты, Жанасыл 6 балл қойыпты. Каусар 3 балл қойыпты. Жақсы балалар. Сонымен балалар бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.